Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 21-ші жаңа сабақ буын тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Алматы метросы. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше, ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі. Бұл мәтін Алматы ақшам газеттен алынды. Балалар, метро туралы не білдік? Алматы метросы ол жаңа метролардың бірі екен. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды екен. Ал Алматы метросы ол өзгеше екен. Ол 9 бекеттен тұрады екен. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достығын білдіреді екен. Екінші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. Алматыда мекенім, мұны мақтан етемін. Метромен зуылдап, мектебіме жетемін. Өлеңнің авторы Әділғазы Қайырбеков. Балалар, төмендегі қарамен жазылған сөздерге қарайықшы. Алматы, метро, мекен. Бұл сөздерде неше буын бар? Қане маған айта қойыңдаршы. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Алматы сөзінде 3 буын бар, себебі 3 дауысты дыбыстан тұр екен. Метро, неше буын балалар? 2 буын жарайсыңдар. Мекен, дұрыс, 2 буын. Балалар, буынның не екенін еске түсірейікші. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Естен шығармаймыз. Үшінші жаттығу, буындардан сөз құра. Балалар, мына суретке қарап отырып, өзіміз буындардан сөз құраймыз. Және мен қойған нұсқаулықпен тексеріп шығамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.